Сәлеметсіздер ме? Менің жаңа влогыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңа влогымды мен сіздерді ас бөлмемде қарсы алып жатырмын. Бүгінгі жоспарда осы ас бөлмеме генеральная уборка жасау. Былай қарағанда жинақы, таза тұрған сияқты болғанымен, қыс бойы сковородкаға, майға қаншама тамақ қуырғанның, және де уборка жасадым, жинадым дегеннің өзінде осы қуыс-қуыстарды бір мынау витринаның барлығын мен күнделікті уборка жасағанда сүртпеймін. Сондай объектілерім бар. Солардың барлығын бүгіндікке генеральный уборкадан өткізуім керек. Қандай объект болатынын көрсетіп жатырмын. Енді ол жерде қандай жұмыс болатынын көрсетіп жатырмын. Міне ашып, жауып, мына жерлер майлы болып қалған. Осы жерде тура плитаның үстіндегі осы жердің барлығын жуып шығуым керек, себебі май көтеріледі. Так, және де мына жерде тұрған полка менде тек қана декоративтік нагрузка жасап жатқан жоқ. Бұл жерде барлығы функционально. Үстінде тұрғандардың барлығы біз отбасымызбен ішіп жүрген шайлар. Төменгі полкада таңертең балаларыма жасап беріп жүретін кашалар бар, шайлар бар дегендей. Және де мынау екі контейнерде декоративный гүлдердің астында біздің ас бөлмесінде керекті мынандай зубочистка, анау-мынау нәрселердің барлығы осының астында тұрады. Енді қандай жұмыс бұл жерде күтіп тұрғанын көрсетейін. Міне шаңды көрдіңіздер ме? Осындай шаңдар. Мен күніге 2 реттей пылесоспен тұрып кеткеннен кейін, тамақ ішіп болғаннан кейін бұл жерді сорып тұрамыз. Маған көмектесіп жолдасым да. Қазір бізде күшті ручной пылесос бар. Сонымен сорып тұрамыз. Бірақ дегенмен 3 күнде 2 күнде бір жуып тұрамын полды. Бірақ жаңағы айтып кеткенімдей, ол пол жуып жатқан кезде мен бүкіл осы жердің бәрінің шаңын сүртем деп айтпаймын. Кейде бір отырған кезде осылардың беті айғыз сияқты болып көрініп тұрады. Соның барлығын бүгін сіздермен бірге генеральный уборка жасаймыз. Және де ол уборканың ішінде осы жердегі кухнядағы гарнитурымды жинау бәрі де кіреді. Менімен бірге болыңыздар. Негізгі шаруаға кіріспес бұрын, ең алдымен өзім мынау шағын кеңістік болғаннан кейін өзіме жұмыс істейтін жерлердің барлығын қолайлы, ыңғайлы етіп босатып жатырмын. Түскі астан қалған ыдыс-аяқтарымды жуып, сосын қазан ошақтарды босатып жатырмын. Негізі менде ыдыс-аяқ жуатын машина да бар, бірақ көбіне осылай мен қолмен жуып кететінім бар. Көбіне посудомоечный машинаны қонақ келгенде менің бір көмекшім сияқты сол кезде ғана көп пайдаланамын. Ал негізгі күнделікті күйбең тіршілікті жасап жүргенде оның барын да ұмытып кетіп жатам. Бірақ мұны көріп тұрғандарыңыздай, менің ас бөлмем өте кішкентай. 50 сантиметр газ плитаның үлесіне кетіп тұр, 60 сантиметр тоңазытқыштың үлесіне тиіп тұр. Және мұны 90 сантиметрді ортасынан бөліп 45 сантиметрге ыдыс-аяқ жуатын машинаны орналастырдық, 45 сантиметрге раковинаны орналастырдық. Сол раковинаның астына фильтрді орналастыра алмаймыз, себебі орын жетпейді. Ол жерге ыдыс-аяқ күнделікті тұрмыста пайдаланатын ыдыс-аяқтарымыз тұрады. Мынау жоғарғы полкалардың барлығында категория бойынша заттардың барлығын рет-ретімен орналастырып қоям, себебі бұл ас бөлмесін мен ғана қолданбаймын. Кейде балалар коктейль жасағысы келіп заттарын іздейді, кейде жолдасым көмектесіп жатады. Сонда әр нәрсе орнында тұрса, мен жеңіл ғана подсказ бере қоям, ол кісілер тауып алып жатады. Бір жағынан осындай нәрселердің барлығы рет-ретімен тап-таза тәртіпмен тұратын болса, адамның ойы да жинақы болады. Мен жаңа жұмыс істейтін адаммын ғой, сол себепті маған бәр нәрсе рет-ретімен тап-таза болып тұрғаны шарт. Или же ойлайсың, мынандай тап-таза жерді қайтадан сүртіп жүрген сияқты деп. Мына үстіндегілердің полканы ғана сүрттім, өйткені жақында ғана бұл ыдыстарды сүртіп қойған болатынмын. Мыналарды сүрткен жоқтығым өткен жолы.
бұларды міне жалтыратып сүрттім. Енді қараңыздар, қандай маймен арпалысып жүрмін, қандай кірмен. Жақыннан көрсетейін, міне. Көрдіңіздер ма? Плитаның мына жерін қараңыздар. Осындай кір. Бізде плитаның беті негізі осылай үнемі ашық тұрады. Сонда тамақ пісіргенде мынау май қайтадан қонып жатады. Негізі күнделікті кешке қарай мен плитаның бетін сүртіп қоям. Ол енді кез келген адам істейтін нәрсе деймін. Ал генеральный уборкаға осылай тазарту жатады. Плюс мен енді қарап отырсаңыздар, қолыма бірде-бір химиялық құрал алмаймын. Менің шаруамның барлығын жеңілдететін Greenway компаниясының өнімдері. Мынау паста. Қазір осы жердегі майлардың барлығын осы пастамен кетірем. Ол пастаны мынау Greenway'дің ыдыс-аяқ жуатын салфеткасына жағып аламын. Ол және де бағанадан бері сүртіп жүрген салфеткам, ол мынау қараңыздар. Шап-шағын 30-да 30, негізі бұл салфетканың аты врубчик дейді. Мына Greenway'дің. Кірлеп қалама, бір жерде кірді, екінші жерге жұқпайды, бір жақсы қасиеті. Хозяйственный мыломен жуып алам. Мына менде үнемі осы ыдыстың ішінде хозяйственный мыло ғана тұрады. Сонда мен вообще тұрмыста өзі фейри, небір химикаттарды пайдаланбайтын адаммын. Өзім бірыңғай экоға көшіп алғанмын. Мынандай бір пастаны бір жылға жаңағыда үйде пайдалануға болады. Көбіне көп майланып қалған нәрселер болатын болса, осындай кірлеп кеткен нәрселер болатын болса, болады ғой кейде подоконниктердің алдары жаңағыдай металл пластиктен жасалады да, аппақ болып тұрады да, сол кірлеп жататын болса, соның барлығын осындай мистикпен кетіруге болады. Қазір еще сіздердің алдарыңызда мистикпен мынау шайнектің да сыртын сүртетін боламын, қараңыздар. Сол, ал мынау жоғары жақтан түсірдім. Нені стакандарды, бұл расхламление. Мен оны көзім жетті. Осы үйге көшіп келгелі 1,5-2 жыл болды. Бірде-бір рет пайдаланған емеспіз. Және де қазір мына жоғары жақтағы полканы жинаймын. Соның ішінде де мен ұстай қоймайтын ыдыс-аяқтарым бар. Солардың бәрін расхламление жасаймын. Әдетте негізі уборка дұрыс жасалды деп есептеледі, когда сіз керек емес 6 ай, 12 ай, 18 ай, 24 ай ұстамай әбден көзіңіз жеткен керек емес нәрселерді уже алып тастау керек, ол заттармен қоштасу керек. Себебі орын босаса, жаңа дүниеге орын босады деп қабылдаңыз да ондайды. Және де текке әр уборка жасаған сайын шаңын сүртіп, қайта-қайта арпалыса бермей, одан да бұндай нәрселерді алып тастау керек. Енді бұл бүп-бүтін, мен просто беретін жерім бар. Ал енді мына нелерге, майлы кірлерге кірсейік ал. Ал өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау Greenway компаниясының мистик пастасын, міне ешқандай да перчатки кимей-ақ тұрмыс жағдайында кез келген осындай дақтарды, кірлерді, ластанып қалған жерлерді тазарту мақсатында пайдалануға болады. Міне ешқандай да тырнаққа, теріге, тыныс алу жолдарына ешқандай да зиян тигізбейді. Мен бұл құралмен 1 жыл емес пайдаланып жүргеніме бір 3-4 жылдай болды. Жаңағыдай әр кімге осыны қолданайын ба, қолданбайын ба деген кісілерге батыл кеңес бере алам. Пайдаланыңыздар, ешқандай да зияны жоқ. Және де өзімнің әңгімемнің барысында расхламление деген мен үшін өте бір қызықты тақырып бар, соны қозғап жатырмын ғой. Біле білсеңіздер, әр қайсымыздың да бір төсек орнынан келген, бірақ ешқашанда не қонаққа ұстамайтын, не өзіміз пайдаланбайтын бір заттар болады, ой, тұра берсін дейміз, олар енді орындалып тұрады, бірақ ешқандай бір пайдаланбаймыз. Ол бір жаман болғандықтан емес, енді пайдалана беретін повод болмай жатады да олардың барлығын. Сосын мынау киімнің сәні болғандай, ыдыс-аяқтың да сәні кетіп, жаңағындай қолданысқа жарамай жатады. Мен қазір расхламление деген тақырыпты түсінгелі бері, сондай үйімде өзіме жаңағындай осы 1 жылда, 1,5 жылда, соңғы 6 айда пайдаланбаған заттар болса, одан да соны қолданатын, одан да сол затты қажет ететін адамдарға бергенді жақсы көріп тұрам. Себебі жеңіл берсеңіз, жеңіл аласыз затты. Ол енді мынау табиғаттың дейді ғой, мынау
заңы. Орын босаса, орнына жақсы жаңағыдай өзіңіз күтіп жүрген, қалап жүрген нәрсеге орын босап жатады. Мына енді осы заттардың барлығын жуып тазартып беретін жерге беремін. Және де мына әдейі негізі шайнекті бірнеше күн жумай өзімне эксперимент жасадым. Күнделікті мен оны Greenway'дің салфеткасымен ақ жуып тап-таза қылып қоя аламын. Бірақ осы кейде сұрақтар туып жатады адамдарда. Осындай жылтыр ыдыстардың бетін сырып тастамай ма, қаншалықты жаңағыдай ұсынып жүрген затыңыз безопасный деген адамдарға міне көрсетіп жатырмын. Ешқандай да сырмайды. Мына оп-оңай, жеп-жеңіл жаңағыдай нәтижеге жетіп жатасыз. Бір үйде бір болу керек деген заттардың бірі деп ойлаймын. Және де мына расхламление деген тақырыпта тағы да ол минимализмге жетем деген адамдар шынымен жиірек сезон өткен сайын киімге де расхламление жасап тұрған дұрыс та. Мен енді қатты бір керемет минимализмді ұстанам демеймін, аскетизмге дейін бармайды. Бірақ енді шынымен де маған ешқандай да қуаныш сыйламайтын, мен өзім пайдаланбайтын заттарды беруді мен үйреніп алдым. Сөйтіп жаңа затқа орын босатуды үйреніп алдым. Солай қалыптасып алсаңыз, негізі шағын ғана кеңістікті сондай пайдаланбайтын заттарға үйіп төгіп қоймай, жаңағындай үстіп кеңістікті босатып қоюға керемет көмектеседі екен. Промежуточный результат. Көрдіңіздер ме? Түк те із қалмаған. Мына жақта да мына жерде де май шашырайтын шығар деп бәрін жуып алдым. Ал шайнекті қараңыздар. Косметика әкелді, бояна бер деген сөз ғой. Айна болып тұрады, айна болып. Көрдіңіздер ме? Соның барлығы Greenway'дің салфеткасымен пастасының арқасында осындай нәтижелер. Енді менде мына жер бар. Бұл жерде негізі бәрі таза. Просто мынандай салынып тұрған ыдыстарын бір алып, ішінде қоқым анау бар болса содан тазартып. И аңғарсаңыздар, менде бүкіл нәрселер осылай на виду, потому что менде осы кухонныйдың өзі көрдіңіздер ғой, посудомойка, мынау бәріміз бірге жабылып жинаған осындай үлкен ыдыс-аяқтардың тұратын полка. Даже фильтрде орналастыра алмаймыз, себебі осының асты сондай ыдыс-аяқтар жинауға арнап қойдық. Үстінде осы екі шкаф қана, мынау открытая полка, мына жерде енді закрытый шамалы ғана ыдыс-аяқтар тұратын жер бар. Сондықтан да мынандай кухонный приборларымды осы жерге ниша бар. Сол нишаға рейлинг іліп, осылай әдемі ұйымдастырып қойдым. Күнделікті пайдаланатын қасық-вилкалар. Мына жерде силиконовый ыдыстар мен ағаш ыдыстар тұрады. Мына жерде нержавейкадан жасалған ыдыстар тұрады. Мына жерде пышақтар тұрады. Пышақтардың мына жақта ағаш болғаннан кейін мына жаққа да тұратыны бар. Бірақ бұл последний вариантым емес. Алла қаласа, бір өткен влогтарда да айтып жүрдім ғой, күшті бір ыдыс-аяқтардың наборын бергем, соның барлығы келеді деп. Мынау мистик, мына порошок, бұл посудомоечный машинаға арналған. Ыдысты мен осымен жуамын, посудомойканы қолданған кезде. Және де менде осылай ұйымдасады. Осының үстіне осыны. Бұл жерде енді беспорядок деп ойламаймын. Бәр нәрсе функционально, тек қана қызметін атқаратын дүниелер, артық дүние жоқ. Мына жерде даже екі ожау бар болатын болса, біреу сорпаға арналған, біреу блины, выпечка пісіргенге арналған. Сол ал пышақ деген енді артықтық етпейді. Әрқайсысы әртүрлі функция атқарады пышақтың да. Овощ кесуге, нан кесуге, ет кесуге деген сияқты. Сол қазір енді осы жерді ретке келтіремін. Сіздерді қайдам, өзімде осындай бір әдет бар. Бір нәрсені сүртіп тастауым керек еді, орнын айырбастап тастауым керек еді, басқа жаққа іліп қоюым керек еді, немесе мынаны бір нәрсемен толықтырып қоюым керек еді деген сияқты ұсақ түйек, былай қарасаңыз, оны өзіңізден басқа ешкім аңғармайды. Бірақ сондай тапсырманы бір ойға алып, өзіңізге бір айтып қоясыз ба? Содан кейін сол орындалмаса, кішкене ұнжырғаңыз түсіп, еңсеңізді басылып, солай жүреді. Енді мен өзімді айтып жатырмын да бұл жағдайда. Сондай нәрсені негізі ментальды қарыз дейді екен. Ол өзіңізге өзіңіз жаңағындай тапсырманы беріп, соны орындай алмай жүргендігіңіз үшін қарыз болып жүреді екенсіз.
Жақында мен негізі инстаграмда бұрыннан бері қарап жүрген бір Айнара Байжан деген бір күшті бір қазақтың қызы бар. Сол қызды бұрын соңды қарап жүретінмін. Көп менторлардан оқып, ізденіп, психология, коуч, жаңа сол жақтарды зерттеп, сол туралы ол кісінің даже инстаграмдағы сторисінің өзі бір әжептәуір курсқа татитын дүниеше. Соны жақында ол кісі курс ұйымдастырып жатты. Бірақ мен негізі курсты көп ала қоймайтын адаммын. Себебі мен білем, мен бұрындары енді сетевой бизнестен үлкен опытым бар адаммын ғой. Мен бір семинарға, сондай бір событияға, тренингке барсам, соның барлығын конспектировать етемін де, сол конспектте өзіме қойған мақсатымды, өзіме жаңағындай түртіп алған жерлерімді жүзеге асыруға тырысатынмын. Ал енді қазіргі таңда мен білем, жаңа бір жағынан бала деймін, бір жағынан үйде отырсам да онлайн жұмыс, сондай нәрселерім мен ауыса алмаймын ғой, уақытым жоқ қой деймін де, мен ондай курстарға вообще былай қарасам салқынқандылық танытатынмын. Ал бірақ сол жақында мен осындай жаңағы ментальды қарыздарым көбейіп кетті деп айтып жатырмын ғой. Сол Айнара Байжанның өткізген ментальды ақша деген курсына қатыстым. Енді менің шын айтайын, миымда төңкеріліс орнады. Себебі бір жағынан Айнараның мынау адамға ұсыну өте керемет, орындалмайтын практика жоқ. Практикасының барлығы керемет, жұмыс жасайтын 100% орындалатын практикалар. Және де енді айтады ғой, өзі миллиондаған ақша шығарып, қандай халықаралық деңгейде танылған коучтардан, тренерлардан сабақ алған кісі, біз сияқты қазақ келіншектерге ол енді өте бір символически ғана бағаға беріліп тұрған өте үлкен білім болды соның ішінде. Соны алып алып, мен күнінде прям дер уақытында жасай алмадым, бірақ дегенмен кейіннен конспектировать етіп, өзімнің өміріме пайдалана бастадым. И шынымен де 100% мен жаңағындай өзін-өзі табуға, өзінің жаңағы ақшаға деген қарым-қатынасын, баршылыққа, ризыққа деген қарым-қатынасын өзгерткісі келетін келіншектердің әрқайсысына айтар едім, ең бірінші сол Айнараны тыңдаңызшы, Айнараны оқыңызшы деп. Ақшаңыз болмаса жоқ дегенде сол Айнараның стористерін қарап жүріңізші деп айтар едім. Ал және де бір орында тұрмай, дамымай, алға жылжығысы келетін келіншектерге, қыздарға айтатын едім, ол кісінің кейін жасап жатқан ризық есігі, квантовый скачок деген бір керемет жаңағындай курстары бар, соны алсаңыздар болады деп кеңес берер едім. Енді міне сіздермен күшті қылып әңгімелесіп отырып, бүкіл нәрсені жуып тастадым үстіндегі, енді асты сол пол қалды. Және де айтайын деген нәрсем, үйде жүрген адамды, негізі декретте отырған адамдарды не істеп жатыр, не бітіріп жатыр дейді ғой, бірақ мен аңғарам қазіргі таңда осы басқа елдерді білмеймін, осы Қазақстанда өте бір мынау алға ұмтылуға тырысып жүрген категория болса, сол негізі декреттегі әйелдер деп ойлаймын. Өйткені декреттегі әйелдерге қандай тамақ істеу, үйді қалай реттеу, небір лайфхактарды қалай пайдалану, баланы қалай тәрбиелеу деген сияқты бір өзекті жан-жақты тапсырмалар тұрады жан-жағында. Соның барлығын қамтитын, және де соның ортасында өзі еріп жоқ болып кетіп емес, өзінің ойып тұрып орнын алатын нәрселердің барлығынан қалмай жүретін әйел заты, оның ішінде декреттегі әйелдерге мен қазіргі таңда өте басымды ем. Солардың ішінде өзімде жүрмін ғой, өзімді бір мақтағым келгеннен айтып жатқаным емес. Мен қазір өзімді бір кішкене алға қарай жылжып жатқанымды байқасам, менен де қарыштап алға кетіп қалған әйелдерді байқап, жаңағыда өте үлкен зор құрметім ашылады да сол кісілерге. Ал ас бөлмесін әбден тазалап алдым. Ендігі кезек мынау қоқыс шелекте. Қоқыс шелек бізде осылай сыртында тұрады, судың жанында. Сол себепті бұның іші сырты таза болғаннан бөлек, хош иістеніп тұрғаны мен үшін маңызды. Хош иістеніп тұру үшін мен осындай құрғақ ароматизатор дайындаймын қолдан. Ол үшін Greenway компаниясының эфир майын таңдап алдым. Оның ішінде апельсин деген иісті. Әркім өзіне қандай иіс ұнайды, соны таңдап алуына болады әрине. Сосын мынандай ватный дискке 4 жерден 3 жерден тамыздым. Және де біздің қоқыс шелектің конструкциясы осындай, педаль болғаннан кейін мынау қара алынады. Астына ол құп-құрғақ болып тұратын жеріне біреуін салдым жаңағы дискінің.
Одан кейін қайтадан мына шелекті кигіздім де сол шелектің астына тағы да біреуін салдым. Енді бұны мен осылай пайдалана салмаймын, міндетті түрде тесік емес бүп-бүтін пакет салып отырамыз, және де сол пакетті күніге 1 рет немесе қажет болса 2 рет айырбастап отырамыз. Мына қолданылған кәдімгі мешокты, бірақ түбі тесілмеген болу керек, соны тексерем. Осылай ішіне салам. Осылай. Әдемі болып тұру керек. Мына толған кезде осыны ғана алып кете саламыз. Ал жаңағы сухой құрғақ ароматизаторларым ішінде қала береді. Міне алғашқы мусорым кетті. Осылай. Бір жақсы жері негізі балалар тиіспейді оған. Әбден ондайға үйренген. Сіздерге фикс прайстан алған кухняда қолдануға ыңғайлы заттарымды көрсетейін деп едім. Так, мынандай щетка алдым. Бутылкаларды жуу үшін өте әдемі, скандинавиялық стильде, өте сапалы. Ұстаған кезде де, қолданған кезде де өте ыңғайлы. Осындай щетка алдым. Жақында туған күніме Айханым Асекеңе миксер сыйлатқызған маған. Сол енді миксер келгеннен кейін ар жағында әртүрлі идеяға шабыт келіп жатады. Соған бір әйелдің басында болу керек деген бір тағзат, кондитерский мешокпен және 7 насадкасы бар екен. Осыны алдым. Әзірге ашқан жоқпын, себебі әзір пайдаланған жоқпын. Мынау Асекеңе кружка алдым осылай. Кейде таңғы астың кезінде молынан бір кофе ішкіміз келеді ғой. Сол кезде кофе құятын кезде стандартный кружкалар енді бұдан шағындау. Сондықтан да кейде таласып қаламыз үйдегі бар үлкен кружкаға. Міне біздің бар кружкамыз осы. Соған мына кружканы алдым, молынан кофе ішуге ешкіммен таласпайық деп. Так, мынандай ыдыс менің қашаннан осы сүйіспеншілігімді, көзімді жаулап осын етіп жүрген, тартып жүрген өзіне. Неше рет барғанда болмаған, осы жолы сәті түсті. Мені жай вариант ретінде салып көріп жатырмын, өте әдемі. Кейде жаңағындай болады ғой, сухофрукты салып қоюға, вафли, печенье салып қоюға өте әдемі, минималистично, в то же время трендте жүрген ыдыстар қазір. Және де мынандай орамалды. Менде осы жерде түрлі түсті болып жүретін, кейде мынау тұрмыста пайдалануға болатын Greenway'дің салфеткаларынан бөлек бір орамалдарым бар. Ала кәдімгі орыстың матрешкаларының суреті бар. Соның орнына кәдімгі 48-70 осындай күшті, тоже Иваново дейді. Бір жағынан что-то Өзбекистан деп жазылып тұр, тіккен бір жағынан Иваново деп жазылып тұр. Енді түсінбедім, әйтеуір бастысы сапалы, осындай ХБ, осындай күшті 2 полотенце алып алдым тұрмыста пайдалануға. Және одан бөлек сіздерге көрсетпей, бірақ уже тұрмыста пайдаланып жүрген затым осы контейнер. Мынау 0,6, по-моему, оған тұз салып қойдым. Және де аңғарсаңыздар, менде осындай бір ниша пайда болды. Орын бірінші полкаға күнделікті балаларға беріп жүрген, өзім ішіп жүрген баттарды қойып қоям. Және де ыдыс-аяқ жуған кезде өзім осылай подставка қойып қоям да, соткамды қойып, ютубтан жақсы каналдар көріп жүремін. Осындай полканы алған болатынмын. И плюс мынандай негізі мынау подложка. Мынау неге қоюға, қасықтың астына. Бірақ мен қазір Greenway'дің осындай сабынын алғалы бері оны мыльницаға айналдырып жібердім. Осындай қып, өзіме керекті қып, уголочектерді осылай бір жағынан функциональный, бір жағынан енді әдемі. Менде өзі айтам ғой көбіне, осы кухням өте тар, сондықтан да өте жаңағындай қажетті ғана нәрселер менде тұрады деп. Мына жерге жақында бал сатып алғам. Мына жерде лайм мен имбир, ол балалар жеп жүр. Мына жерде расторопшамен оны Асекең екеуміз жеп жүрміз. Бірден бір холодильникке қоюға болмайтын нәрсе ол бал. Сондықтан да ол осы жерде прям орнын тауып кетті. Басқа жерге қойып қойсам, оны таңғы аста беру керек екенін ұмытып кетуім мүмкін. Сондықтан да көз алдымда тұрсын деп осы жерде тұр. Енді былай қарасаңыз функциональный шум көп, бірақ бұның барлығы менің міндетті түрде қолданатын затым. Және де фикс прайстан мынандай Home Sweet Home дейді. Тоже дом, милый дом, мынандай пробковый подставка. Жаңағы әдемі ақмандармен жұртқа шай құюға, столға, залға баратын
әдемі осындай подставкам бар. Одан бөлек осыны да кезінде фикс прайстан алғанмын. Міндетті түрде приправаларды салып қою үшін пайдаланып жүрмін. Функциональный нәрселерді осындай фикс прайстан алып, іске жаратып жүрмін. Осыны да мен фикс прайстан алған болатынмын. Мынау айтайын дегенім, мына жерде қарап тұрсаңыз, осыны да фикс прайстан алғам кезінде овощечисткамды. Минимализм деп, плюс осы лопаткамды блины пісіруге пайдаланатын әдемі лопаткам бар, соны фикс прайстан алған болатынмын. Айтайын дегенім, көп адамдар ойлайды, фикс прайста бір сапасыз нәрселер сатылады деп. Жоқ, просто әр жерде де адам сапасын әбден өзіне айқындап алып, керек затын ғана алу керек та. Ол жерде шыққан заттың бәрін ала бер демеймін. Өзіме мені ұнайды, тұрмыста пайдалануға, жаңағындай махаббатпен дейді ғой, сүйіспеншілікпен пайдалануға өзімнің рахатым үшін отбасымның алдым, және де солай қолданып та жүрмін. Ал құрметті менің жақсыларым, менің влогымды тура осы видеоға дейін көріп отырған болсаңыз, менің каналыма поддержка жасап, менің еңбегімді бағалап, менің видеома лайк қойып, каналыма жазылып кетуіңізді сұраймын. Сіз үшін ол 1 секундтық қана шаруа, ал мен үшін ол кәдімгі баға жетпес байлық десем болады. Мына жерде балаларымның қалауы бойынша Айханым картошка мен пирожки жегісі келді, Айсұлтан пицца жегісі келді. Сол үшін мен енді лайфхактарым көп адаммын ғой. Мына жерде мен тестаны, бір теста жасадым да, 2 двойной порцияда. Соны 2-ге бөліп осылай жасап жатырмын. Және де неге пирожки с картошкайды самса сияқты қылып жасап жатырсыз деген сұрақ туатын болса, мен алдын ала жауап беріп кетейін. Осы жасыма дейін мен білмеппін кунжуттың құрамы кальцийға бай екенін. Мен кунжутты енді салатқа қосатын, осылай самсаның бетін әрлейтін, сондай нәрсе ретінде ғана қараппын. Ал қалай сондай ақпаратты естігеннен кейін балаларымның ағзасына өте пайдалы дүниелер барсын деп тырысып, осылай Айханымға айттым, саған пирожки дайындап берем, бірақ түрі самса сияқты болады деп. Келісе кетті, және де дайын болғаннан кейін рахаттана жеді. Ұнады оларға, дәмі де ұнады, кунжуттың болғаны да ұнады. Ал пиццаға мен бөтен көп ингредиент пайдаланбаймын. Халал колбаса мен халал сыр пайдаланамын. Және де Айсұлтан өзі колбаса деп отырады, сондықтан да молырақ болу керек. Және де Айханым бізде пиццаға қосқан помидорды жемейді, сондықтан да пиццаның жартысына помидор мен әрлеймін, жартысына помидор мен әрлемеймін. Мен енді ешкімге тура мен сияқты тамақ істе деп айтпаймын, мен фудблогер емеспін. Бірақ өзім балаларымның қалауы бойынша үйде не жасап жатырмын, соның барлығын көрсетіп жатамын. Сол бір кісілерге шабыт беріп, сіз де бала шағаңызды осындай дәмдермен, астармен қуантып жатсаңыз, мен